Salamatçılarımız.
Қазір 2-ден 5 кеткенде бастайық. Адамдар кіріп алсын. Kızlar басталды ма? Қазір 2-ден 5 кеткенде бастаймыз, адамдар кіріп болсын. Сәлеметсіздер ме? Аха, жиналып жатыр. Қош кірдік. Аха, қош келдік. Әлі 14 адам тіркеліп тұр тек. Аха, енді кіріп жатыр. Қазір 2 минуттан бастай берейік. Адамдар әлі де кіріп жатыр. Саламатсыздар ма? Қазір 1 минуттан бастаймыз сабағымызды. Әлі де адамдар кіріп жатыр. Сабақты сақтап қоямыз. Ссылкасын жіберемін, YouTube каналға. Так, бастай берейік. Даусым жақсы естіліп тұр ма? Так, яқты. Жақсы естіліп тұр, саламатсыздар ма?
Қазір ана жақта әлі де кіріп жатыр екен адамдар, қабылдай салайын. Болды, бастай берейік енді. Бүгінгі біздің ұстаздар каналының жүргізіп жатырған Zoom конференциясына келдіңіздер. Микрофондарды өшіре тұрайын, иә, сіздерге. Басқа адамдар микрофондары қосылып тұр екен. Так. Сұрақтарыңыз болса, арасында микрофон қосып сұрай берсеңіздер болады, жарай ма? Болмаса, сұрақтарыңызды жазып алып, сабақтың соңында сұрасаңыздар болады. Бүгінгі Zoom арқылы өтіп жатқан сабағымыздың тақырыбы оқу процесінде Genially платформасы көмегімен интербелсенді контент дайындау деп аталады. Не үшін Genially платформасын алдық? Себебі Genially платформасында жасалынатын мүмкіндіктер өте көп. Қазір кезде барлық мұғалімге ұсынылатын қоржында болу қажетті программалардың, бағдарламаның, платформаның бірі десек болады. Сонымен қатар бұл Genially бағдарламасы өте қарапайым тілде жасалынған, түсінікті, қолдануға да ыңғайлы платформа. Және де тақырыбымызға контент деген ұғым қосып жаздық. Не үшін контент? Себебі бұл платформаға біз барлық сабақ жоспарымызды енгізсек болады. Тіпті бұның ішіне тестті де енгізсек болады. Яғни соңында сабақты қорытындылаған кезде рефлексияда кері байланыста оқушылардан ала аламыз. Осы біздің Genially платформасы арқылы. Енді Genially платформасына кіру үшін бұл интернет арқылы жұмыс жасайды. Мінекей Google-ға бірінші Genially деп жазып іздейміз. Және осы айтып отырғандарымызды параққа жазып алсаңыз, түртіп отырсаңыздар да болады өздеріңізге. Мінекей бірінші Genially деген платформаны Google арқылы іздеп кіреміз. Болмаса Genially деген сайтқа кіре береміз. Мінекей адамдар кіріп жатыр, қабылдай салайын. Так, Geniallyға кірдік. Міне. Енді өзіміздің аккаунтымыздан кіреміз. Қазір. Енді кіріп жатыр. Оған интернет жақсы болу керек, шамалы. Қазір адамдар кіріп жатыр, зависать етіп кетті. Recording in progress. Сайтқа кірмей қалған қызық болды. Ана, кірді енді. Енді логинді басамыз, болмаса sign up деп өзіміздің атымыздан кіреміз. Мен уже мына аккаунтынан кірдім. Енді go to my panel деймін. Болмаса start now, қазір бастаймын деген батырманы басамын. Демонстрация болмай тұр сізде. Біз кіре алмай жатырмыз. Демонстрация экран жасайсыз ренжімесеңіз. Ой, бұл қазір көрейін. Қосылды ма? Шығып кетіпті. Қосылды. Start now батырмасына басамыз, өзіміздің аккаунтымыздан кіріп алғаннан кейін. Google аккаунтпен кіреді көбінесе бағдарламалар. Сол себепті Google аккаунт создать етіп алған дұрыс болады.
Мінекей кірді. Кішкене зумды қосқаннан кейін зумда интернетті көп талап ететін болғандықтан сайтқа дұрыс кірмей тұр. Негізі былай сайт, жеңіл сайт, тез кіруге жетеді. Мысалы, енді міне көркем еңбек пәніне байланысты мынандай біз контент жасаған болатынбыз. Осы контентті ашып сізге көрсетейін. Oyunu açılıp boğum deyince uzak болып кетті. Мінекей ашылды. Саламатсыздар ма? Бұл курс қанша уақытқа созылады? Бұл қазір өтіп жатырған сабақ, ол тегін сабақ. Қазір мінекей Genial платформасы арқылы сабақ жасауды бір рет түсіндірем, яғни қалай қолдануға болатын. Ал былай біздің каналымызға жазылу 2000 теңге, 1990 теңге, ол доступ шексіз болады. Қолдана бересіз. Осы тегін сабақтан кейін сатып аламыз ғой. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, я қосылсаңыз болады 2000 теңгеге каналға. Ал егер каналда тіркелген болсаңыз, осы сабақты көре бересіз ғой. Мінекей мынандай көркем еңбек пәніне байланысты мынандай контент жасаған болатынбыз. Осыны біз презентацияның орнына қолдана берсек болады, Genial платформасы арқылы жасалған контентімізді. Мінекей көркем еңбек пәніне қош келдіңіздер дейді. Бастау батырмасын басамыз. Егер бізде басқадан ноутбуктар болатын болса, балаларға таратып қойсақ болады, сол ноутбуктарды, яғни балалардың алдында да осы презентация тұратын болады. Презентация емес, осы контентіміз тұратын болады. Мінекей бутерброд жасау екен тақырыбы. Бұл көркем еңбек пәнінде. Бутерброд жасау үшін мінекей әртүрлі детальдар, яғни заттар керек. Соған байланысты оқушыларға табыс критерийі түрінде, біз бутербродты жинау керекпіз деп табыс критерийі түрінде берсек болады. Яғни бутерброд жинау үшін бірінші нанды кесеміз, одан помидорды, сырды, огурцы, колбасы, содан кейін барып бізде бутерброд шығады дейміз. Ол үшін бірінші біз нанды кесейік деп балаларды осы бутерброд жасауға алдын ала мотивация береміз. Яғни бірінші нанға кіреміз дейміз. Оны біз әртүрлі тақырыбымызға қарай әртүрлі мына жердегі суреттерді өзгерте берсек болады ғой. Мына жақтан шаблондар өте көп. Мысалы, бірінші көңіл күй таңдау әдісі дейді. Мысалы, біз жаңа нанды басқаннан кейін біз бірінші балалармен психологиялық ахуал тудырамыз, яғни өзімен бірге көңіл күйді таңдайды. Одан кейін барып миға шабуыл сұрақтарды қоямыз. Яғни бұл біздің сабақ жоспарымыз кезіндегі бірінші бөлімі көрініп тұр, иә? Естіліп тұр ма даусым? Так. Иә, даусыңыз естіліп тұр. Мінекей осы бұл біздің сабақ жоспарындағы бірінші бөліміз кетті. Енді домойды басамыз. Мінекей домой деген значок тұр. Домой деген значокты бассақ, мінекей біз нанды турадық дейміз. Бутерброд жасау үшін нанымыз кетті. Енді екінші бөлімге кірейік деп айтамыз балаларға. Екінші бөлімге кіреміз ал. Екінші бөлімге кіріп, біз бутербродтар мен сусындарды әзірлену технологиясы, бейне жазба көрейік деп біз бейне жазбамызды қосамыз, және жаңа тақырыбымызды түсіндіріп, өзіміздің осы мақсатымызды барлығын балаларға, оқушыларға түсіндіреміз, иә? Келесі, енді қайтадан домойды басамыз. Енді біз помидорды жасадық деп, енді сырды турайық деп, сырды қоссақ болады. Мінекей, енді мына тапсырма, бірінші тапсырмаға көштік, топтық жұмыс, оның дескрипторын, қандай, мысалы, мында топтық жұмыс па, жеке жұмыс па барлығын жазып, оқушыларға тапсырмамызды енгіземіз. Бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін домойды басамыз. Біз мұнда әртүрлі уақыт шектеуін қойсақ болады, сол кезде біздің сабағымыз смарт түрде өтеді. Яғни смарт деген не? Біздің сабағымыздың белгілі бір уақыт арасында уақыт беріледі, сол уақытқа байланысты барлығы жинақы түрде өтуі қажет. Соны біз смарт дейміз, яғни әр сабақтың, әр бөлімнің өзінің уақыттары болады. Сол уақытпен байланысты 45 минут сыйғызып, біздің 45 минутта бутербродымыз дайын болу керек. Сол секілді мінекей жаңа сырды өттік, енді огурцыға өтейік. Мінекей екінші тапсырма қосылды. Дескрипторы бар, жұптық жұмыстың тақырыбы бар. Енді домойды бастық. Огурцыдан кейін колбасаны басайық. Колбаса, мінекей, енді сергіту сәті беріледі, үшінші тапсырма беріледі. Енді домой. Колбасадан кейін бутербродты басамыз. Мінекей, енді кері байланыс аламыз балалардан. Балаларды бағалаймыз. Енді аяқтауды басамыз. Мінекей, жарайсың, керемет жұмыс деп, оқушыларды бағалап, қайта бастау деп бастап
қайтадан бастасақ болады. Осылай бутерброд әдісін. Мінекей. Осы бутерброд тақырыбы бутерброд. Осылайша әртүрлі суреттер қойып, өзіміздің пәнімізге байланысты суреттер қойсақ болады. Бұл мінекей қарапайым көркем еңбек сабағына біз көп платформа қолданылмайды деп ойлаймыз ғой. Тіпті мінекей көркем еңбек сабағында да осындай платформа жасап, платформа көмегімен контент жасау арқылы осылай сабақты өткізуге болады. Тек информатика пәнінде емес, осындай бағдарлама қолдану керек. Барлық пән бойынша осындай бағдарламалар қолдана беруге болады, иә. Мінекей осындай заманауи цифрлы түрде осындай жасалған контент болды. Сол себепті біз тақырыбымызға контент деген ұғымды қолдандық. Енді мінекей кішірейтеміз. Так. Бұл біздің бірінші мысал болатын, иә. Мінекей бұл көркем еңбек пәніне байланысты жасалған контент болатын. Енді так, ченнелді ашайық. Панелімізге өтеміз. Қазір кезде интербелсенді, яғни интерактивті плакаттар деген ұғымы көп қолданылады. Сол плакаттардың бірі мінекей мынау пират плакатын ашайын. Бұл жақта мысалдар, шаблондар. Бұл платформада өздеріңіз қалаған кез келген шаблонды пайдаланып өзгерте берсеңіз болады. Яғни өзіңіздің тапсырмаларыңызды барлығын енгізе бересіз. Мінекей мына пираттың плакаты ашылсын. Мұғалімдер әлі кіріп жатыр. Даусын шығарсаңыз, даусы Естілмей тұр ма? Естілді ма? Баяу естіледі. Естіліп тұр, жақсы естіліп тұр дауыс. Қазір біздің пират плакатымыз ашылсын. Зумды қосқаннан кейін интернет слабый болып кетті. Менде компьютерда сен кірген сайтқа кірмей жатыр ғой. Жоқ, кіреді, Gmail деп жазсаңыз. Google'дан кіріп едім, кірді. Google'дан кіріп біріншісін басып етті. Аха. Міне көзді басамыз, презент батырмасын басамыз. Енді жаңа пиратты бір рет көріп қайтайық. Мінекей, мына шетінде full screen деп тұр. Мына полный экранға қосамыз. Мінекей, бізде қазір интербелсенді интерактивті плакат деген көп қолданылады. Мінекей, солының плакаттың бір түрі десек болады. Осы алдында 1 маусым халықаралық балалар күні өтті, иә. Соған байланысты мысалы тақтаға осы плакатты қосып қойсақ болады. Не обязательно біз презентация дайындау керекпіз сабаққа. Осындай плакаттарды заманауи балалар қызықтыратындай қылып сабақ өтсек болады. Мысалы, мінекей, мына плакатты қосып қоямыз тақтаға, интерактив тақтаға. Ал балалар, сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймыз деп, енді біз бүгін мынандай, яғни табыс критериясы арқылы мінекей пират ойын ойнайтын боламыз. Біз мына қазынаға жету қажетпіз. Ол жеңіске жету үшін біз мінекей жұмбақ, жаңылтпаш, ойлан тап секілді бөлімдерден өту керекпіз дейсіз. Яғни бұл жаққа сіз өзіңіздің тапсырмаларыңызды, өзіңіздің сабаққа байланысты тақырыптарыңыз барын енгізе бересіз. Мысалы, бұл шаблоны ғой. Мысалы, мінекей, енді жұмбақ деген бөлімді басайық. Мінекей, экранға
жасыл ала дөңгелек бақшада жатыр дөңгелек дейді. Соның жауабын айтады балалар. Егер білмесе, міне қарбыз деп, қате кетіпті, қарбыз деп айтады. Сосын мінекей тағы да екінші жұмбақ осылай өшіреді. Жауап бергеннен келесі. Мінекей молодцы. Жұмбақ бөлімін өттіңдер. Енді келесі бөлімге. Жаңылтпаш, оны қайталау керекпіз деп. Жаңылтпаш бөлімін ашады да балалар қайталайды осы жаңылтпаш. Өшіреді. Келесі ойлан тап батырмасын басады. Бұл да жұмбақ екен. Балалар осындай жұмбақтарға жауап береді. Енді жеңіс деген батырмасын басып, балалар жеңіске жетіп, құттықтаймыз деп, қазынаға жеттіңдер деп, осындай плакатты сабақ барысында қолдануға болады. Яғни бұны тек қана жаңа сабақ жоспарын барлығын кіргізіп қана емес, сергіту сәтіне де қолдануға болатын бір платформа десек болады. Мінекей. Бұл үлгілер болатын. Енді бұл платформада қалай жасаймыз? Соған кішігірім. Осыдан кейін кірмей қалды ғой, осы бет ашылып тұрды менде. Мынау бет па, мінекей, мына жерде sign up деп тұрады, ағылшынша регистрация деп. Регистрацияны басасыз ғой. Регистрация басқаннан кейін барып, өзіңіздің аккаунтыңызға кіресіз, Google аккаунтқа. Регистрация жасап тіркелеміз ба, регистрация жасап тіркелеміз ба? Аха, міндетті түрде тіркелесіз ғой. Мінекей жаңа мысалдарды. Аха. Google аккаунты менде кірді. Тұр ғой, ағылшын тілде. Қазақша бар екен, қазақша аудардым да. Егер мынандай аударатын бағдарламаларыңыз болса, орысшаға, қазақша аударып алсаңыз болады өздеріңізге, түсінікті тілге. Бірақ мына ағылшынша тұр, қазір уже старт деген сөздерді білеміз ғой, қарапайым. Стартты басамыз, мысалы. Стартты бассам уже кіреді. Ағылшын тілінде жұмыс істей берсек те болады да бұл сайтта. Мінекей, енді біз бір плакат жасап көрейік. Мысалы, старт батырмасын басамыз, аккаунтымызға кіреміз. Аккаунтқа кірер бұрын регистрация жасау үшін біз Google аккаунт создать етіп алыңыздар, міндетті түрде. Қазір кез келген мұғалімде Google аккаунт болу қажет. Яғни Google аккаунт арқылы көп платформаға регистрация жасамайсыз, сразу Google аккаунт деп басасыз да кіре бересіз. Мысалы, мен жаңа сразу Google аккаунтын бастым, сразу кірдім менің аккаунтыма. Ешқандай регистрация ештеңе жүргізген жоқпын. Мінекей кірді. Енді create generally деген батырмасын басамыз. Create деген ол создать, жаңасын создать ету деген. Жаңасын создать етеміз. Мінекей, бұл платформада презентация жасауға болады, инфографика жасауға болады, және gamification дейді. Яғни әртүрлі ойындар создать етуге болады, құрастыруға болады. Яғни қандай ойындар? Ол жақта біз қазір балаларға тест құрастыру үшін қиналып жатамыз ғой. Сол тестті осы general бағдарламасына кірсек, тестті құрастыра берсек болады осында. Сосын интерактивті фото, видео презентация, гайд дейді. Яғни жаңағы біздің сабақта жасайтын контентімізді осы гайд арқылы жасаймыз. Қазір кезде заманауи ұғымдар өте көп, сол ұғымдарды сабақ барысында қолдансақ, мысалы біз балалар бүгін гайдпен жұмыс жасаймыз, біз бүгін инфографикамен жұмыс жасаймыз деп айтсаңыз, ол сіздің сабағыңызға қатысып отырған мұғалімдер үшін де қызық болады. Яғни қазір сендерге мына парақ таратамын, осы параққа бүйтіп жазасың, андай қылып жазасың дегеннен гөрі гайд қолданамыз деп заманауи ұғымдарды қолдансаңыздар, есте қалатын сабақ болады деп айта аламын. Так, енді міне әртүрлі тренинговый материалдар бар, және де басқа да бар. Мысалы, біз қазір инфографика жасайтын боламыз. Ол үшін инфографиканы create батырмасын басамыз. Бастық. Адамдар кіріп жатыр екен әлі де. Мінекей, инфографика. Бұл сабақты сақтап қоюға тырысамыз. YouTube каналға ссылкасын жібереміз. Жаңадан қосылып жатқан мұғалімдер үшін. Мінекей. Жаңағы бірінші инфографика деген бөлімге кірдім. Сол бөлімнің ішінде қараңыздар, қаншама шаблондар бар. Мінекей. Тіпті география пәніне байланысты мінекей, карта да бар. Біз осы қиналатын сабақтар көбіне химия, биология, география, физика, математика деген сабақтар көп қиналады ғой. Басқа пәндерге, так, через 10 минут бітеді екен. Қазір 10 минуттан кейін үлгермесек басқа ссылка жіберемін, жақсы ма? Так, мінекей. Оның ссылкасын сақтап жіберуге болады ғой, иә, жіберем ғой. Так, мінекей қараңыздар, әртүрлі шаблондар бар. Мінекей химияға да байланысты шаблон бар. Көбіне қиналатын пәндеріміз сол ғой. Мінекей тіпті дене шынықтыру пәніне де қолдануға болады, мысалы. Мінекей. Так, мінекей география пәніне байланысты мына бір шаблонды ашайық. Мінекей ашылды. Мінекей бассақ.
мысалы мында жазулардың барлығын өзіміз өзгерте беруге болады. Мына адамдар кіріп жатыр, қабылдай салайын. Мына астында use this template деп тұр, яғни осы шаблонды қолдану деген батырма тұр. Осы батырманы басамыз, өзіміз қалаған шаблонды таңдап болғаннан кейін. Сол шаблонды пайдалану батырмасын бастық. Қазір кіргеннен кейін барып, барлық жазуын, барлығын өзгертіп, өзіміздің сабағымызға сәйкестендіріп аламыз. Бұл Genially платформасына байланысты бізде Telegram каналымызда сабақ бар. Telegram каналымызға бір тоқталып кетейін. Сабақтар деген каналымызды басайын. Мінекей мынау чатымыз, Instagram, YouTube канал. Осы батырмаларды басу арқылы басқа бөлімдерге өтуге болады. Біздің каналымызда бар мұғалімдер біледі, иә? Мінекей мазмұнына өтейін. Genially платформасы жалпы міне инфографика, инфосурет, 28-ші тақырып, 29. Бір сұрақ қойсам болады ма? Аха, сұрай беріңіз. Осы ссылканы жіберді да, мен осыны енді қолым тиді да, енді компьютерға осымен көшіре алмадым да. Былай соткамен қосып көрдім. Енді осыны қалай ноутбукқа көшіріп алуға болады? Бұл онлайн жұмыс істейтін платформа. Міне біздің сабақтар жабық Telegram каналымызда 28-ге, 29-шы, 30-шы тақырыпта осы платформа жайында айтылады. Бұл платформа қосымша сабақ өтіп жатырмыз. Мінекей 28-ші сабақты ашсам, міне каналымызда. Дауысты. Біз ана сотқа жіберген күйде қалып отырмыз да, ноутбукқа көшіріп алып істеу керек қой мысалы бізге. Нешінші тоғызыншы сабақ? Мінекей 28-ші сабақты аштым. Инфографика, инфосурет дейді. Мінекей жаңағы биология пәніне байланысты мынандай инфографика жасалынған. Осылай инфографика жасауға болады. Мінекей Genially деген міне жабық каналымызда міне сілтемесі тұр. Осы сілтемеге өтесіздер. Мінекей сақтаулы видео инструкциясы тұр. Мен сіздерге бүгін қосымша осы сабаққа қосымша сабақ өтіп жатырмыз. Таныстыру ретінде осы Genially бағдарламасының платформасын. Мінекей YouTube каналға кірсеңіз, осы жерде тұрған. Осы сабаққа қосымша үйретуі түсірілген мына видеода. Осы платформаны қалай қолдану керектігі осы видеода анықтап түсірілген. Қазір Zoom қосылып тұрғаннан кішкене интернетіміз слабый болып тұр. Сайтқа да кіру қиынырақ болып тұр. Мінекей 29-ші тақырып электронды гайд жасау. Сілтемесі берілген. Карта гайды, география пәніне байланысты карта гайдын жасалған. 30-ші тақырып инфо интерактивті тапсырма дейді. Яғни мінекей біз жаңағыдай тест тапсырмасын осы 30-ші сабақта қалай дайындалуын көрсек болады. 30-ші тақырыпта айтылған. Ары қарай басқа тақырыптар көрсетілген. Мінекей біздің ашылмай жатыр. Интернет слабый болып тұр екен. Адамдар қосылып жатыр. Енді біз мысалға сұрақ қойсам бола ма? Енді сұрағыңыз қайталап жібересіз бе, естілмей қалды.
Біз енді 2000 теңге төлегеннен кейін сол 36 сабақты барлығы электронды түрде бізге беріле ма? Аха, Telegram каналда сақталып тұрады. Telegram каналдан сол жақтан көре аламыз ғой, иә? Иә, бұның барлық сабақтардың барлығы сақталып тұр ғой. Бүгін қосымша өтіп жатқанымыз ғой. Бір рет түсіндіріп шығайық тағы да. Мінекей, мысалы, география пәніне 36 сабақтың бәрі бізге доступны болады ғой? Әрине. Аха. Ол үшін біз Телеграмға бізді тіркейсіздер ғой. Аха, қазір оны барлығын чатқа түсіндіріп жазамыз оның барлығын қазір. Пока что мынау бағдарламамен таныстырып жатырмын сіздерді. Мінекей, география пәніне байланысты. Қана осы бір платформамен жасауды үйретесіздер ғой. Жоқ, мінекей мен Telegram каналға Genial дегенмен. Мінекей, мазмұнына өтейін сабақтың. Бірінші сабақ видео жасау, мультяж, Canva арқылы видео жасауды түсіндіретін боламыз. Сіз бай отырсаңыздар. Сосын екінші сабақ электронды портфолио жасау сабағы бар. Үшінші сабақ Word Wall қолдану. Төртінші сабақ онлайн тақталардың түрлері. Оқушыларға кроссворд, квест ойын жасау, постер, плакат жасау, QR код, тильда тапликпен жұмыс, 3D анимация, электронды кітап, hand animation. Миллионер ойыны дайын, презентация шаблондары бар, пазл жасау, 3D обложка, GIF анимация, математика, физика, химия, биологияға симуляторлар, флеш-карта жасау, және осы жаңа біздің Genial платформасы арқылы жасалынатын 3 сабағымыз бар. Осы Telegram каналға кіру арқылы, тіркелу арқылы осы 36 сабақтың барлығын ала аласыздар. Сонымен қатар бұл Telegram каналымызға басқа да сабақтар қосылып отырады. Мінекей алда қосылатын сабақтар тізімінде тұр. Мінекей. Барлық сабақтың фото және видео инструкциялары болады. Сол фото видео инструкцияларға кіріп, өзіңіздің сабағыңызды жасай берсеңіз болады. Мысалы, мінекей. Дауысын өшіріп салайын. Мінекей, мынау бізде Canva арқылы видео урок жасау сабағы. Мінекей. Осын жасау үшін қайда кіру қажет барлық осы видеода түсіндіріледі. Мінекей, Canva сайт арқылы жасалынады бұл видео. Соның барлығын қазақша түрде түсірілген видеолар. Мінекей, видеоға кіреді дегенде секілді. Мінекей, келесі Word Wallмен танысу. Я негізі қолжетімді өте керемет мына программаларшы. Мінекей, бізде чатта бар. Чатқа өзіңіздің сұрақтарыңыз болса жаза берсеңіз болады. Мінекей, осы каналдың админдеріне үлкен алғысымды білдіргім келеді деп. Мінекей, бізде Zoom-мен отырған кезде осындай жақсы пікір жазып кетіпті мұғалімдер. Мінекей, тіпті чатымызда 858 адам отыр. 30 адам онлайн екен қазір. Осылай бізге кері байланыс беріп, сұрақтарыңыз болса сұрай берсеңіздер болады. Ары қарай қалай жасаймыз деп сұрақты қазір Zoom біткеннен кейін жауап береміз. Так. Енді осы Genial платформасымен ары қарай жұмыс жасауды осы 3 сабақтың көмегімен көре аласыздар дей аламын. Бізде қазір жасап көрсетем бе дедің, сайт интернетім нашар болып тұр. Интернет нашар болып тұрғандықтан осы Telegram каналға жазылу арқылы осы 3 сабақтың көмегімен 28, 29, 30 сабақтар көмегімен жасай алсаңыздар болады дей аламын. Сұрақтарыңыз болса сұрай берсеңіздер болады.